Ассалаумағалейкум қазақ елі. Демократия үшін лайк басып қойыңыздар. Бүгін таңертең парламентте орыс империализміне қарсы әрекеттер жалғасты. Кеше Ресейдің Қазақстанмен саудадағы әділетсіз құйтырқы саясаты көтерілген. Оны барлық фракциядан, салада білімі бар депутаттар қолдаған болатын. Бүгін Ресейдің мемлекеттік тілін Қазақстанның конституциясынан алып тастау ұсынылды. Бұл ұсынысқа төрағаның өзі де ешқандай да депутаттың уақытын шектеген жоқ. Ең сұмдығы, бұл жерде қазақ тіліне және қазақ мектептеріне қарсы болған шенділердің лауазымының жоғарылағаны және бұлардың артында Ресейдің ықпалды лоббиі тұрғаны мінберден ашық жарияланды. Оған қоса депутат 30 жыл бірінші президент Назарбаевтың тұсында қазақ тілі тұншықтырылды. Енді екінші президенттің тұсындағы жағдай мынау. Енді қазақ тілі Қазақстанда басты тіл болу үшін үшінші президентті 30 жыл тосамыз ба деп айтқанда парламентте тыныштық орнап қалды. Ал енді нақты не айтылғанын тыңдаңыз. Елбасы енгізген конституция мен заңдардағы мемлекеттік тілдің бейшаралығын білдіретін баптардың бәрінде зейнетке шығарып жіберген. Салық төлеу қандай міндет болса, мемлекеттік тілді білу де сондай міндет. Екі тілге бірдей жағдай жасау деген екіжүзділік. Ол аштан өлгелі жатқан адамның аузынан асты жұлып алып, тоқтықтан жарыла жаздап жатқанның аузына тығу. Мемлекеттік тілді қорлатпау, мемлекет басшыларынан бастап бәріміздің басты міндетіміз болуы тиіс. Мына шарт Франциямен жасалған шарт. Былтыр 30 қарашада Францияның астанасы Парижде жасалыпты. Осы келісім шарт. Ал енді келісім шарт екі тілде емес, келісім шарт жасап отқан Франция мен Қазақстан. Бірақ үш тілде жасалған. Қазақ, француз және орыс тілдерінде. Біз тәуелсіздік алғанымызға 32 жыл болды. Бұл жерде орыс тілінің не қажеті бар? Менің сұрағым біріншіден. Екіншіден, ол француздарға түкте қажет жоқ. Сонда ол орыс тілі 32 жылдан бері кеше Сингапурдағы келісім шартта да сондай, үш тілде. Ол не үшін жасалады сонда? Біздің мемлекеттік тіл білмейтін үкімет үшін жасала ма? Қашан тоқтатылады бұл? Орыс тілін қосу осы. Екі елдің келісім шартында үшінші елдің не қатысы бар? Рахмет. Сұрақтарыңызға рахмет. Там просто речь идет для удобства пользователей. То есть основной документ это французский и казахский язык, безусловно. Версия на русском языке это в основном для банков, для международных финансовых институтов. То есть вы абсолютно правильно говорите, в будущем мы эту норму будем исключать. Мен 1979 жылы Алматыға келгенде барлығы орысша еді. Өйткені біз Кеңес одағының боданы отар еледік. Ал 1999 жылы ұлым әке неге бізде барлығы орысша деп сұрады. Тәуелсіздікке көп болған жоқ, алда барлығы қазақша болады дедім, және оған өзім де сенген едім. Биыл 2022 жылы енді немерем неге барлығы әлі орысша деп сұрады. Ал бұл кезде тәуелсіздікке 30 жылдан асып кеткен еді. Бұған мен, яғни біз не деп жауап береміз? Бұған кім жауап береді? Ұлттық мүддені қорғау мемлекеттік тілден басталады. Ал бізде 30 жылдан бері мемлекеттік тіл туралы заң жоқ. Қазақ үні сайтында мемлекеттік тілдің тәуелсіздігі ата заңда айқын көрінсін атты Тоқаевқа жазылған ашық хатқа 126.215 адам қол қойып, 1000 есе асып түскен тарихи рекорд жасалды. Бұл қалың қол ішінде түрлі этнос өкілдері де жетеді. Конституцияның тіл туралы бабының бірінші тармағын орындамай, оған қарсы екінші тармағын орындайтын ел әлемде тек Қазақстан. Сондықтан Конституциядағы 7-ші бапты өзгертіп, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде жеке дара статусын айқындау керек. Тәуелсіздік алған 30 жылда өз тілін білмейтін ұрпақ өсіп шықса, сонда біз қай елде, қандай тәуелсіздікте өмір сүргенбіз? Мемлекеттік тіл есіктен кіре алмай жылап тұрса, біз неге жетісіп қалай төрде отырамыз? Мемлекеттік тілімізді міндеттейтін заң шығара алмасақ, бұл жерде неге отырмыз? Өзге елдерде мемлекеттік тілді көтерсең патриотсың, ал бізде жаусың. Еститін мемлекет халықты қалай түсінеді егер екеуі екі тілде сөйлессе? Біз мемлекеттік тілімізді міндеттейтін заң қабылдау үшін енді тағы да 30 жыл үшінші президентті күтуіміз керек пе? Құлдық санадағы шенеуніктерден қашан және қалай құтыламыз? Тәуелсіздік алғанымызға 32 жыл болды емес пе? Мысалы, Алматы облысы Талғар қаласындағы 25 мектептің қазақша мектеп деген паспортын араластырып жүргендер қазір өсіп кетті. Алматы қаласында Наурызбай мектебі 270 мектепті де араласқыштар аралас мектепке айландырып жіберді. Біз елімізде қазақша оқитын балалар мен ата-аналардың талабын қолдаймыз. Бірінші, Риддердегі Шаңырақ қазақ мектебінің 600 баласына арналған, бірақ әкімдіктің нормалауымен 218 оқушы оқитын аралас мектепке беріліп кеткен жаңа ғимарат Шаңырақ мектебіне берілуі тиіс. Екінші,
қаладағы әр жерде жүрген қазақ оқушылары үшін жайлы мектеп жобасы бойынша жаңа мектеп берілуі тиіс. Үшінші, еліміздегі ескі ғимаратта және 3 ауысымда оқитын қазақ мектептерінің бәрі жайлы мектеп жобасынан жаңа ғимарат алуы тиіс. Төртінші, Кеңес империясы енгізген әлі күнге іс-шаралар Кеңес одағы тілінде өтетін аралас мектеп жүйесін тоқтату қажет. Әділетті Қазақстанға қадам басқанымызда ең алдымен балалар сезінуі тиіс. Жаңа Тоқаевқа неге айтпайсыздар деп жатыр ғой. Күні кеше мен депутаттық сауал жасадым. Біздің жаңа конституциядан сіздердің сүйеніп алып, сіздер ғана бәрі сүйеніп алып, мынау наравне мемлекеттік тілмен деген сөзді жаңа бірдей қолданылады деген. Соны алып тастауды ұсындық біз. Мемлекеттік тіл туралы заңды ұсындық. Бүгін оған 36 депутат қол қойды. Яғни 30%-дан асып кетті. Жақында ол мемлекеттік тіл туралы заңды бастамасын біз алып қолдап жатырмыз. Ертең мемлекеттік тіл болады да, орыс тіл болмайды. Сіздер бәріміз, мен де ата-анамын. Баламыздың ертең жақсы өмір сүргенін қалаймыз ғой, солай ма? Бала жақсы өмір сүру үшін адам өз ана тілінде ойлана алу керек. Сіз ол мейлі қазақ тілін іздеп ұмытпайды дейсіз. Бірақ өзінің ана тілінде ойланып, өз тілінде түс көре алмаған адам, ол дүниежүзі бойынша ғылыми дәлелденген, ол рухани мүгедек болып саналады. Сіздер өз балаларыңызды енді бірінші сыныпқа берейін деп жатыр айтатын. Рухани мүгедек жасап жатырсыздар. Жапонияда не үшін алға дамып кеткен? Жапония бастауыш класста еш уақыт өзге тілді оқытпайды. Бастауыш класста бәрін оқытады. Ал мен 8 себебін айтайын қазақ тілі мектебі. Ең бірінші сіздердің ойлайтындарыңыз қазақ мектебі нашар білім береді деп ойлайсыздар да? Қазақ мектебі нашар білім береді деген сөз миф. Оған мен жауап берейін. Мысалы, ұмыт, ент, бұрын 50% берілді ғой, орыс класс пен қазақ классына. Одан кейін біліміне қарап береміз деген кезде қазір 70-80% қазақ тілінде берілді біріншіден. Екіншіден, халықаралық олимпиадаға, республикалық олимпиадаға барып жатқанның 80-90% қазақ мектебін бітіргендер. Міне осы естеріңізде болсын. Үшінші, орыс тілін үйренбей қалмайды демеңіздер. Қалада оқыған баланың бәрі орыс тілін үйренеді. Менің балаларым, немерелерім, мен қазақ неге беремін? Ол бірақ орысша сөйлейді. Өйткені жан-жағымыздар орысша үйреніп алады. Құмдағы өткенде мен 2019 жылы ұлттық кеңес бірінші отырысында президент Тоқаев басқарып отқан. Мынау Айдаладағы қойшының баласы орысша сөйлеп жатыр деді. Неге? Өйткені ол телевизорда орысша анимация, орысша мультфильм көріп отырмыз. Сондықтан орысша білмей қалмады демеңдер. Сондықтан мен ұсыныс жасадым. Барлық үйлерді анимациялық фильмдерді қазақшалау. Кеше Қырғыздың депутаты айқай көтерді. Біздің баламыз қазақша үйреніп жатыр деп. Өйткені жаңағындар аударып берді. Болашақта мемлекеттік тілде ғана сіздің балаңыз өмір сүре алады. Ал баланың сіз қазақ еліне жаңағы бір кісі осы адам жұбайы неде қызмет етеді ғой әскерде. Сіз балаңыз ертең қазақ елінде қызмет еткенін қалайсыздар ғой бәріңіз? Қазақ елінде қызмет еткенін қалайсыздар ма? Ал қазақ елінде қызмет ету үшін қазақ тілінде білім алу керек. Қазақ ол қай тілде білім алса, сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Мысалы, 1909 жылы мен қазақ газетінің несі бар, 2009 жылы Алматыда қарттар үйін араладық. Мен әдейі жібердім қарттар үйін аралап. Сауалнама жасадым. Сауалнама жасағанда, бұны орыс тілі сарбаз айтып жүр, қазір егесі айтты. 99%-ның баласы орыс тілінде келді. Қарттар үйіне берді. Қатты бұл. Көрдіңіздер ме?